Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Бүгін 30 апрель 2023. Мына бұдан шылауын деген өріктер. Ана алмалар. Биыл күн суығына байланысты биыл салмады. Алмаларды біраз салмады. Арасында ектім. Жас көшеттер. Анар көшеттерді шіренші ектім. Және де біздер қазіртанда көшеттің кейбір көшеттерінің түп алмай өспей қалуы себептері көп. Кейбір базарда алдап сататындар бар, қаншама шындықты айтатын мөлшер алатын міндеттерден негізі таңда арнайы үйден алғанымыз дұрыс, сенімді адамнан. Көшеттер кейбір көшеттердің көгереді деп әкелгенмен ол кейбіреулер арасында көгермей жатады. Оған сіз кінәлі емессіз, сатушы адамның алдап сатумен бірдей деген сөз. Мына қараңыз, мынау бір уақытта егілген, бірақ мынау көгерген. Яғни арасында әрине қурағандар да бар. Алла бұйыртса осыларда жемісін көре бересіздер деп көрдіңіздер. Егіп айналып жатқан болса, жүзімді кейбірлері түп алып, кейбірлері аржағынан арғай қорап жатқандар да бар. Оның бәрі әрине егіс нәтижесін дұрыс көргенмен кейбір жағдайда шабдалы еккем, бұл да түп алмай жатыр. Қураған деп есептедім мен, өйткені осы уақытта түп алу керек еді. Сол үшін жолдан сататын базардан алмаңыздар. Сенімді таныс арқылы алып, үйден алсаңыздар дұрыс. Өйткені кейбір адамдар шындықты айтып сатады, кейбіреулер алдап сататындар да бар. Мына күшіктің артынан қалмай жүр ғой. Тағы да бір айтатын жайт. Мына жерде қара шіріген көн бар. Бұл қараған шіріген көнді де берсек болады. Бұл да жақсы тыңайтқыш. Жерді де жұмсатып, селитра қосымша ретінде берсеңіздер де болады. Әрине өзінің нормасымен, режиммен көп мөлшерден беруге болмайды. Қазіргі таңда өте сұйық күйінде шығып жатқан түрлері де бар. Болмасаңыз суға араластырып алып, қазір түрлі витаминдер бар. Соның құрамында тағы да басқа биокосмосты білесіздер өздеріңіз. Ол жылда қазіргі таңда кәсіпке айналдырып жатыр. Бизнес жоба десек те болады. Өйткені неге десеңіз, кішкене 10 сотық болсын жеріңіз болсын, 5 сотық жеріңіз болсын, 3 сотық болса да сол жерді қазып, сол жерде қара шіріген малдың көнін салып, Калифорния шылаушан салсаңыз, ол Калифорния шылаушан сол жерде келген жеген азығынан шыққан шығысынан таза қара биогумус тыңайтқыштар шығып жатады. Одан кейін оны қалағанша беруге болмайды. Әрине оның мөлшері бар. Білесіздер, қазіргі осы кәсіпті айналысып жатқандар қаншама. Негізі біз өзімізді білесіздер. Біздің Сарыағаш, Шымкент, оңтүстік жақтан, жалпы оңтүстік жақтарда диқаншылық жағы өте жақсы дамыған. Диқаншылық жағынан көп адамдар жұмыс істеп жатыр қазанда. Әсіресе биылғы күн суығына байланысты, қатты суығына байланысты біраз ерте пісетін алмалар, шерешне өріктер суырып кетті, өкінішке орай. Оның бәрі енді табиғаттың несі, оны біз ешқандай айыптай алмаймыз. Сол үшін әр нәрсеге дайын болуымыз керек. Нексекте
және де жаңалықта көрдіңіздер, 1000 гектардай шартарда дарбыз су ұрып кетті, қарбыз. Ол да табиғаттың бір несі. Сол үшін барлығына шыдауымыз керек. Диқаншылық жағынан, екінші жағынан бау болсын, өте қиын жағдай. Оған рисковать етуде қиын, рисковать етуге вақытлар қаншама. Алла берсе берекесін бірден береді, бермесе адам бірден шығынға батып, банкроттық жағдайға апаруы мүмкін. Сіздер де осы нәрсені өздеріңіз, қазіргі таңда интернет өте жақсы дамыған, қазір кез келген адам жастар жұмыс істеймін десе, өзінің ұнаған кәсібімен істеу керек, өз ұнаған мамандықпен жұмыс істеу керек. Бізді ұнаған мамандықпен жұмыс істесе, адам кез келген нәрсені көркейтіп дамытып жіберуге септігін тигізеді. Соған байланысты жалпы айтып жатқаным ғой, әр адам өзінің ұнаған істеңіздер. Хобби дейді, хобби айтады кейбір адамдар, өзінің хобби жұмысын, өзінің ұнатқан сүйікті жұмысын істеген дұрыс. Жақсы, сау саламатта болыңыздар. Тағы да болса айта жатармын. Жақсы.